Сәлем достар. Бүгін міне Canon Pixma 2411 принтерінің краскасы бітіп қалған жағдайда қайтадан іске қосуды үйренетін боламыз. Ол үшін арнайы краска сатып алу керек болады. Міне дәл осындай 490 деген болады. Мынау қара түсі және де міне көк, қалған екі түсі міне қызыл және сары. Оны алған кезде артында серийный номерлар жазылып тұрады. Қарап өтсеңіздер болады. Мына жерде біздің принтерға G2411 келеді деп тұр. Яғни осы краска біздің принтерға жарайды деген сөз. Краскасы бітіп қалған жағдайда міне қазір ішін ашып көрсетейін. Мұнда мынау трубкалары осындай пустовать етіп қалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Осы пустовать етіп қалған трубканы біз қазір красканы құйып, міне ішіне, осылардың ішіне краскаларды құйып, очистка жасайтын боламыз. Ал достар, краскамызды құйып болғаннан кейін принтерді ноутбукқа жалғаймыз. Содан кейін PowerPoint-та ашып, кез келген фотоны қойып, файл батырмасына кіреміз. Одан ары қарай печатьті басамыз. Свойства принтера дегенге кіреміз. Мына жерде көріп отқандарыңыздар быстрая установка, главная страница и обслуживание деген бар. Бізге керегі обслуживание. Басамыз. Обслуживание и настройки дегенге кіреміз. Бұл жерде манағы көргендей трубкалар пустой болғаннан кейін біз соны очистка жасау керекпіз. Сол үшін глубокая очистка деген жасаймыз. Бірақ глубокая очисткадан кейін ол тазармауы мүмкін. Одан кейінгі жұмысты қазір көрсетеміз. Бірақ глубокая очистканы басамыз. Все цвета деген таңдаймыз. Міне глубокая очистка жасалып болды. Енді принтердің жаңағы трубкаларын қайтадан қарайтын боламыз. Көріп отқандарыңыздай әлі сол қалпында. Ішінде дым жоқ. Қазір басқа функция жасайтын боламыз. Қайтадан жаңағыдай файлға кіреміз. Печатьті басамыз. Свойства принтера, обслуживание и настройки. Енді келесі кезекте жаңағы глубокая очисткадан кейінгі егерде орындалмаса, прочистка чернил дегенді басамыз. Бұл енді 10 минут уақыт алады. Міне прочистка чернил жасалып жатыр. Звук осылай шығып тұру керек. 10 минуттай тиіспейміз. Очистка чернил бітті. Енді ашып қараймыз. Көріп тұрғандарыңыздай манағы бос болып тұрған трубкалар өзінің краскасына толды. Енді ноутбукпен қағазымызды шығарып көреміз. Қағазымызды шығару үшін өздеріңіз білетіндей печать деген кнопканы басамыз. Қағаз шығарылып жатыр. Жұмысымызды осылай ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Канал ұнаса BBZ каналына тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.